Біз бастадық. Жоғарға көтеріліп барадық. Біздің алдымызда қыздар жоғарға көтеріліп кетті. Біз арттарынан кетіп бара жатырмыз. Алла күш қуат берсін. Дыханиямызға андай реттілік берсін. Таудың осындай бір биіктігіне келдік. Адамдар келе жатыр. Бізге тек қана алға қарай жүру керек. Шаршамау керек. Тек алға. Қанекей, барынша қолды басына комментарий жазып отырыңыздар. Өзімше жетісіп семечкап шыққам ғой мен. Мына қалтамда мейлі бір үлкен жейм дәу. Мына қалтамда да жейм. Көгіші. Тауға көп шықпайтын адамдардың істейтін андай миға қонымсыз әрекеттер ғой, короче. Кеттік ал, бисмилла. Андай қаспақ оймақ жолдармен арасын журналистер болып қойды. Қайыртілеп отқан, қайырсақ отсында. Қазір ана жақта высотаға шығу көріп бізге құдай қаласа. Анаға тұрған озераны көрдіңіздер ме? Озера ма білмеймін, теңіздің суы ма, ненің суы екені ше. Нақты белгісіз, бірақ дегенмен өте керемет көрінеді. Ойлы қырлы жерлермен атқап. Мен мына жерге дейін келдім, көрші. Мына вид жоқ. Қайттым енді. Соғынша байқамағам ғой. Альпинистер шығып баратқаннан кейін мен де шыға беріппін ғой. Дым вид жоқ, енді қайтып баратырмын артқа қарай. Обратно. Шынында. Ал қайттық ал. Үсті бастан тер деген ағып кеткен. Шаршап қалдым кәдімгідей. Бірақ дыхалка деген мощный ашылды. Футбол ашып ойнап ашқан дыхалка бір бөлек, тауға шығып ашқан дыхалка бір бөлек екен да. Осы жерде бір кішігірім анда не болсын, нетворкингтің әңгімесі болсын. Мен бұл жерде бір түсінген, мысалы тауға шығып келе жатырмыз ғой. Жаңа орта жағына қарай негізі біраз шаршап қалдық ше. Тер деген ағып ойбай масқара болды ғой. Аяқтар дірілдеп шығамайтындай ше. Ал сол кезде демалуды ойламай, наоборот алдыға қарай шығуды ойлайтын болсаң, сен андай шаршағанды ұмытып қалады екенсің да, екінші дыхание ашылады екен да. Менің жалпы тауға шыққандағы мақсатың болсын, не болса да сондай бір ой түйген жақсы көрем да. Короче, бүгінгі инсайт осы болды маған. Сіздерде қандай болды, қыздар? Арттағы адамдармен қалып қалғым келмеді, алдыға бірінші шығып кеттім. Я хотела первая посмотреть всю красоту и подождать, там санап, сендерді жетем дегенше отырып, кайфовать. Суретке түсіп алып, видеоға түсіп алып, рилсқа салып жіберіп па? 1000 просмотр, 10 000 просмотр жинап қойып отыратын ба? Соңғы кезде мен Инстаграмдағы, ютубтағы подписчиктерім онша бір актив көрсетпей жүр. Ренжулімін сіздерге. Қатты ренжулімін. Сіздер не қылыңыздар? Не актив көрсетіңіздер, не подписка жасаңыздар. Бұл өмірде дүние емес, ақша емес, байлық емес, дәл осындай эмоция жинау керек, достар. Шыны керек, бұрын бір путешествие дегенде жаңағындай бір не деуші еді жаңаға? Путешествияның қазақшасы қандай еді? Саяхат. Путешествие деген сияқты, саяхат дегенді бұрын асыл бір қатты түсіне бермейтінмін. Өзге елге кеп жаңағындай ел көріп, жер көргеннен кейін, осындай бір жерлерді ары бері көргеннен кейін
шыны керек, бүкіл эмоцияңда, бүкіл ішкі бір сырларыңда бүкіл ашылады екен, шыны керек. Осындай бір керемет бір видтен, керемет көріністен, осындай бір жандармен вообще бомба, потолок, вообще дәл осындай бір шын қалайтын болсаңыз, осындай бір саяхатты, осындай бір ортаны біз сізді күтеміз, құрметті Кореяға жаңадан келуші достар, бауырлар, ағалар, әпкелер, және де осындай бір керемет саяхатты бізбен бірге дәл осылайынан тамашалап жүресіздер иншалла. Алла сол күнді бұйыртсын, ештеңе дей алмаймын. Бұл әлемде шектеу жоқ, шектеу тек біздің миымызда деген екен. Қалай жеттіңдер? Жақсы жеттіңдер ма, терледіңдер ма, теріп шықты ма? Өте қиын, но вид того стоит. Стоит. Вот, осы. Әдемі. Қарасаңыздар, не деген көрініс, мынандай көріністі, мен білмеймін енді ше. Айта алмаймын енді. Елдің бәрі нақтағы видке қызығып тамсанып атса, отсын. Әр турда осындай адамдар болады, негізше. Осындай кішкентай нәрселерден жақсы көреді, детальдарды ше. Детальмен ойнап отыратын адамдар болады. Ал, таудан түстік. Шығу қиын әрқашанда, түсу оңай. Бірақ, мына жақ что-то сонда да қиын сияқты. Бай, қорқынышты. Финиш! Аяқтан қалдық қой, аяқтан. Содан қарны ашты ма қыздар? Өте мүте ма? Ой, рахмет қыздар. Тәтті, Таудан түскен тұр осындай болады, достар. Таудан түскен тұр осындай. Қарны ашқан адамның түрі осындай болады. Жер таңдамайды, жейтін тамақ таңдамайды, короче. Осындай машина артында сушняктар топ қойып осылайынан. Тема ғой негізінде. Мына күндерді сағынасыңдар қыздар, отвечаю. Армандасың. Не қыл дейді? Ал, құрметті достар, бүгін бізде турымыздың екінші күнін аяқтадық. Дәл осындай көңіл күймен. Бәрі шаршаңғы көңіл күймен, бірақ та мынандай көңіліңіз тоқ, күшті болып тұрғандай, прямо мындай эмоцияға толы настроение, бешеный болып тұр. Апаларымыз вообще күшті, біз шаршап қалдық апаларымыздың жанында. Тағы 2 рет келемін. Құдай қаласа. Сіз қанша рет келесіз? Жоқ дегенде бір рет келем. Жоқ дегенде бір рет келем? 100 рет келеміз. 100 рет келеді. Бізбен бірге болады. Шақырсаңыздар, шақырмасаңдар, все равно келеміз.